көп жүкті келіншектердің бірдей жасайтын қатесі бар. Ол жүктілік кезінде бала емізу туралы мүлдем ойланбау. Көп келіншектер ойлайды, мен қазір роддомға барам, босанам, баламды омырауға салам да емізіп кетем деп. Бірақ егер барлығы солай оңай болса, неге қазір көптеген келіншектер сүтім аз деп смес беріп жүр балаларына қосымша? Кейбір балалар мүлдем омырауды ешқашан ембеген, тек қана смеспен өсіп жатырған балалар бар. Көп келіншектер қазір трещина, лактостаз, мастит деп омыраумен алысып қиналып жүр. Демек, қыздар, егер де сіз сауатты баланы емізгіңіз келсе, демек өзіңізге сауатты болу керек. Баланы емізу үшін де сізге білім керек. Егер сіз босануға дайындалып жүрген жүкті келіншек болсаңыз, гинеколог ретінде сізге беретін кеңесім, хотя бы роддомда бала дүниеге келген кезде қалай омырауға дұрыс салу керек, оның қандай техникалары бар. Бір уақытта сізде роддомда көп сүт келуі мүмкін. Сондай жағдайда әйелдердің омырауы қатып, лактостаз болып, не істерін білмей жатады. Сондай уақытта сіз не істей аласыз? Трещина болмасы үшін не істей аласыз? Неге молозиваны балаға беру маңызды? Хотя бы осы тақырыптарда білім алып, дайындалып баруға сіздерге кеңес беремін. Қыздар, егер де сіздер осы тақырыпта сауатты болғыларыңыз келсе, үйреніп алғыларыңыз келсе, менің тікелей эфиріме шақырамын. Келіп, қарап эфирді білім алып үйреніп алсаңыздар болады. Эфирге тіркелу үшін осы видеоның астына немесе менің жекеме 2 санын жазып жіберіңіздер.